Ассалаумағалейкум. Қалдарыңыз қалай, қадірменділер? Өткен демалыс күндері профи-бокста әлем дүр сілкінген оқиға орын алды. ақш-тың Лас-Вегас қаласындағы атақты T-Mobile аренада заманымыздың ең даңқты деген профи-боксшылары Теренс Кроуфорд пен Эррол Спенс арасындағы жекпе-жек орын алды. Мұнда екінші жартылай орта салмақ бойынша абсолюттік әлем чемпионы анықталған болатын. Шындығында жылда бола бермейтін оқиға ғой бұл. Теренс Кроуфорд бірінші жартылай орта салмақ бойынша бұған дейін абсолют атанған шебер. Десе де ол Спенсті талай уақыт күтті. Бұл оның жатса да тұрса да армандаған кездесу болатын. Бір кездері Эррол Спенс оны тіптен қарсыластар тізімінен алып тастағанда кездер болған. Әйткенмен бұлар іс түбінде болады. Әлем бұл айқасты да көрді. Дегенмен, ол біз күткендей бола алды ма? Ғасыр айқасына айналды ма? Жоқ. Теренс Кроуфорд басқа ғаламшарлық бәлде робот па өз заманының ұлыларының біріне баланған шеберді бала ұқсатып сабады. Бірінші раундта бәрі дұрыс болатын Спенсте. Кейбір төрешілер бұл раундта ол жеңді деп те санады. Ал екінші бөлімде көп нәрсе анықтала бастады. Кроуфордтың массивті шабуылдарынан соң мақтаулы Спенс бір құлап тұрды. Тұрғанда да осы сәтте жекпе-жек аяқталуы әбден мүмкін болған еді. Бірақ гонг соғылып абырой болды. Ары қарай жекпе-жек бір сарынға түсті. Үшінші бөлімде Эррол өзіне келе бастағандай көрінген. Бірақ бұл алдамшы сезім екен. Кроуфорд уақыт өткен сайын қарсыласты жүйелі түрде сабауды бастады. Оның нәтижесі 7-ші раундта көрінді. Бұл бөлімде Спенс екі құлап тұрды. Осы кезде жекпе-жектің мезгілінен бұрын аяқталатындығы белгілі болған. Бұл жай уақыт еншісіндегі сұрақ болатын. Ал соңы 9-ші раундқа бұйырыпты. Теренстің кезекті бомбалауынан соң бет-аузын қан басқан қарсыласты төреші араша түсіп алып қалды. Осымен кездесу тәмам болды. Теренс Кроуфорд екі салмақта абсолют атанған боксшы. Сондай-ақ бұрын соңды екінші жартылай орта салмақта әлі ешкім бұған дейін бар белбеуді жинап көрмепті. Шындығында ұлы боксшы. Оған еш күмән жоқ. Өкінішке орай жекпе-жек бір жақты болды. Спенстің неге мұндай күйде болған өзіне және штабына ғана мәлім. Әйтпесе оның шама-шарқын білеміз ғой. Ойнақтап жүріп қарсыластарын ойсырататын боксшы әбжылан алдындағы қорғансыз көжек болып қалды. Кездесу аяқтала салысымен ол бірден есе қайтар ұсыныс сұрапты. Жыл соңына дейін өткізсек деген тілек білдірген. Бірақ мұны ол қан қызулығымен айтып қойған. Әйтпесе әдетте мұндай бәсекеден соң реванш сұрауға да ұят болады. Сондықтан мен қос боксшы арасындағы екіншісін болғанын аса көруге құлқым жоқ. Бәрін біріншісін анықтап бергендігі анық. Спенсті қойып енді Теренс Данияр Елеусіновпен шықсын. Бұл жай ғана қалжың. Бірақ болашақта орын алуы әбден мүмкін. Кроуфорд Даниярдың армандап жүрген қарсыласы ғой. Бірақ дәл қазіргі кезеңде біреуі космоста, біреуі жерде жүр. Дегенмен түбегейлі жоқ дей алмаймын. 2018 жылы осы Теренс Кроуфорд Елеусіновпен шығып, оны жеңуді армандаймын деген еді. Бұл енді Даниктің олимпиада чемпионы атанып, атағы жер жақынға жетіп тұрған шағы болатын. Ал қазіргі жағдай мүлде басқаша. Данияр, ал аяқтардың арбауына түспей, жерінде жүре бергенде осы кездесудің артынша рингке көтеріліп, кезекті қарсыласың мен боламын деуге шамаң жетермеді. Ал былайынша Даник мына видеоны қалдырып, тайминг пен жылдамдық көп нәрсені шешеттеп кездесуді түйіндепті. Жәнібекте не жаңалық бар дейсіздер ғой. Жәкең әзірге елде демалып жатыр. Бірақ кезекті кездесудің тықыры таяй бастаған секілді. Өйткені әлеуметтік желіде жыбыр бар. Күні кеше ғана ол жақында деген жолдама жасады. Әзірге осы ғана. Жалпы бұқаралық ақпарат құралдары соңғы кездері оны ұмыта бастаған ба? Түрлі жорамалдар чемпиондық болашағы туралы тіптен еш нәрсе жазбай қойды. Жұмысқа қайта кірістік қой. Ол олқылықты да болашақта толтыра жатармын. Айтпақшы, мені жоғалтып алған ағайындар қайтарым, демалыстан оралдым. Енді күнделікті жаңалықтарда күте беріңіздер. Ағайындар, сіздерді түсінемін. Тыпырши жаңалықтар күтесіздер. Бірақ сіздердің көбіңіз осыншама қысқа жаңалықтарды дайындау қаншама уақыт, қанша күш жігер аларын білмейсіздер. Шаршатады, жалықтырады. Сондықтан бір ай бойы YouTube туралы ойламай аздап тынықтым. Арасында бір-екі жаңалықтар жасағаным бар. Сосын тіптен қарағым келмеді. Енді жұмысқа кірісеміз. Мені жоқтап алаңдап жүрген қам көңіл көрермендеріме рахмет айтамын. Менде бәрі дұрыс, Аллаға шүкір. Бар болғаны демалғаным ғана. Әйтпесе сіздерге деген көңілім сол баяғыдай. Бейнематериал ұнады ма? Онда лайк басыңыз, пікір қалдырыңыз. Бұл біз үшін маңызды. Арнаға жазылып қоңыраушаны басып қойсаңыздар соңғы жаңалықтарды бірден біліп отырасыздар. Уақыт тауып тамашалағандарың үшін рахмет. Қазақ батырларының жеңіс жорықтары молынан болсын.